Кеттік жігіттер, давайте құдыртамыз бүгін. Ю! The Kalaman motherfucker деген маймылдар ол шықты ма? Так, бүгін, ей. Болт сен столдың менемірі зоопаркке бару керексің сен. Жоқ, жібер мені, зоопарк қайдағы зоопаркты айтып тұрсын өзі. Сүйір отыр машинаға мен мемірге. Ол жақта сен сияқты маймылдар көп қорытпа. Жібер, мама. Ашыңдар есікті, ашыңдар, жіберіңдер мені. Ема достар, жаңа аңшылар келіп мені зоопаркке қамап тастады. Но қандай зоопарк вообще? Так, енді маған шығатын жолды іздеу керек тез. Енді ғана орманда қудыртайын деп жатыр едім өзім достарыммен. Так, жаңа мына жерде маған бірдеңе істе деп тұрды. О, қараңдар, мына жерде қазылатын жер бар екен. Так, мына үстіндегі заттардың бәрін алып тастайық. О, мынаның астынан бірдеңелер шығады екен еще достар, қараңдар, керек емес нәрселер ғой мынаның бәрі. Так, тарақ шығып жатыр, зубная щетка шығып жатыр, не шығып жатыр вообще? Енді осыларды жинап маған не істеу керек сонда? Так, потом оны қарай тұрамыз, тез қазып мына заттарды жинап тастайын мен оданша. Еще менің өзімде жеке сумка болады екен достар, қараңдар, оның ішіне бес-ақ зат сияды екен, бірақ что-то слишком көп тарақ шығып кеткен жоқ па достар? Аха, мынаны қараңдар, жаңа шетте тұрған нәрсені қараңдаршы достар. Так, жерді неғұрлым тереңірек қазатын болсам, соғұрлым маған қашып кетуге шанс көбірек болады екен достар. Ондай болатын болса мен бүгін ақ қазып тастаймын ғой мынаны. Давайте достар, сумканы толтырып көрейік, потом не болатынын көреміз бірге. Так, осы затпен менде 5 зат болады уже. Сумка толды достар. Так, мына жақта не бар өзі? Так, адамдар келіп кетіп жатыр, көріп тұрсыңдар ма достар? Ема достар, оған еще мен тас ата алады екенмін. Мә саған жоқ бол, не қарап тұрсың? Кетіп қалды достар. Так, мында не бар екен көрейік. Ема, мына жақта піл тұр достар. Қалайсың піл братан? О, біздің зоопаркке жаңадан маймылдар келген бе? Сен жинаған заттарыңды маған сата аласың. Мен саған орнына банан беретін боламын. Ема достар, жаңағы заттың орнына маған піл братан банан берді. Маған банандар ұнайды, сол үшін тез заттарды жинап сата берейік піл братанға. Так, қазамыз, тез маған 5 затты қайтадан толтыру керек. Аха, мына жерде солома шығып отыр достар. Мына жақта неше түрлі заттар бар екен. Уже түн болып кеткен ғой достар. Түнде де зоопарк ашық бола ма екен, или жабық бола ма екен? Батарея бар екен еще достар, қараңдаршы, не деген заттар шығып жатыр. Адамға керек емес нәрселер ғой мынаның бәрі. Қой, маған көп сөйлемеу керек, оданша тез қашатын амалды істеуім керекпін. Так, піл братан күте тұр, мені қазір саған заттар сататын боламын. Мынандай қазу темппен мен бүгін қашамайды сияқтымын достар. Так, қазамыз, тез қашу керек. Ема достар, түнде охранниктер қарап жүреді дейді зоопарк, сол үшін тез бетін жауып қойайық. А то мына яманы көріп қоятын болса, олар точно мені ұстап алады. Так, жауып қойдық, енді қайттан таң атқанын күту керек. Так, оған дейін мен піл братанға жинаған заттарымды сатып жіберейін тез. Мә, піл братан, саған заттар жинадым. Аха, маған банан бер тез. Так, мында не бар екен достар, көріп жүрейік тез. Ема достар, мұнда горилла тұр ғой. Ема, мына жақта заттар сатылады екен, еще қараңдар достар. Мына жақта жарылатын заттар сатылады екен достар. Значит, мен тез жарып қашып кете аламын деген сөз. Бірақ бұлар бананға сатылады екен достар. О, таң атты достар, тез қазуды жалғастыру керек маған. Так, пока менің қарным аш екен, сол үшін пицца жеп алайық. А то қарның аш болса жер қазамайсың қазір. Так, мына есіктің артында не бар екен? Ашып қарайық. Ема, мына жерде де бір маймыл тұр екен достар. Ол тамақ сұрап тұр достар. Значит, мен тамақ берсем, орнына басқа нәрсе беретін болып тұр ғой. Так, пока оның сұрап тұрған тамағы менде жоқ. Сол үшін тез жерді қазып банандар жинау керек маған достар. Давайте тез жерді қазуға кірісейік, ашайық мынаны. Сонда тек таңда ғана охранниктер жүрмейтін болып тұр. Түнде охранниктер қарап жүреді екен. Сақ болу керек енді достар, охранниктерге ұсталып қалмау керек. А то олар менің планымның быт-шытын шығаратын сияқты. Мынаны қазған неше уақыт кетеді, оған дейін сендер переходпен тез көріп тұрсаңдар достар. Мен оған дейін тез яманы қаза беретін боламын. Так достар, азан бойы мен тез қазып тастадым. Сол кездің өзінде 53-ақ банан жинадым достар. Маған походу жарылатын затты алып яманы жару керек сияқты достар. Әйтпесе мына охранниктер қараңдар, түнімен маза бермейді, қарап жүреді. Так достар, таң атты, енді мен жарылғыш затты алып ана яманы жаруға тырысатын боламын. Қасына қосып мороженеді алайын, әйтпесе қарным аш, вообще жер қазамайды екен қарным аш болса. Так, мороженемді жеп алайын, енді мынаны ашып жарылғыш затпен яманы жарайық. Так, мына жерге тастаймыз ба? Басылмай жатыр ғой. Ема, достар, жарылғыш зат сыртқа жарылып кетті. Йо-майо. Енді қайттан банан жинап жарылғыш зат алу керек болды достар. Достар, таң бойы жерді қазып ақша жинап жарылғыш заттар сатып аламын енді. Бұл жолы енді тура ішіне лақтыратын боламын. Горилла братан, мына кішкене бағасын түсіріп бере алмайсың ба заттардың? Помощью аласың ба, алмасаң кет мына жерден. Болды, Горилла братан, ренжімеші, сатып аламын мен заттарыңды. Онсыз да сенен басқа сататын жер жоқ қой мына жерде. Так достар, енді азан болғанын күтейік, потом жерді қазып мына взрывчаткалардың бәрін ішіне тастайтын боламыз яман. Пока что мына маймылмен обмен жасап көрейік достар, орнына не береді екен қарайықшы. Мә, маймыл, сенің сұраған затыңды әкелдім, орнына не бересің? Ема достар, мұнан қараңдар, 100 банан тұрғатын взрывчатканы маған бере салды орнына. Енді точно яманы жарып жіберетін болдым достар азанда. Так достар, азан болды, енді яман жаратын боламыз. Пока что пиццамды жеп алайын. Бұл жол точно ішіне тастау керек, әйтпесе достар сыртына атылып кетпесін бағанағыдай. Так, туралаймыз. Қараңдар достар, қанша қазып тастағанымды. О, бірінші кетті достар, енді жарылсын.
мә достар қараңдар қанша зат берген. Енді мынаның бәрін жинап піл братанға тез сатып жіберу керек. Так апарайық енді піл братанға. Піл братан қайдасың? Мә саған заттардың бәрін әкеліп қарашы. О, бұл жолы көп зат әкеліпсің ғой. Я братан, жаңағы шұңқырды жарып жатыр мен взрывчаткамен. Так достар, енді бағанағы маймыл берген взрывчатканы жарып көру керек. Мынау одан да қымбат тұрады негізі. Бірінші ең кішкентайын лақтырып көрейік. Так заттардың бәрін жинап алайық енді. Заттардың жарылып кетпесін мына взрывчаткамен бірге. Так енді 100 банан тұратын взрывчатканы лақтырып көрейік достар, қалай жарылатынын көреміз бірге. Ема достар, қараңдар қанша зат шыққан. Енді піл братанға мынаның бәрін сатып жіберу керек. Вот достар, піл братанға соңғы заттарды саттым. Соның өзінде 300 ақ банан шықты. Пока мен 1000 банан жинау керекпін достар. Сол кезде қатты взрывчатканы алып зоопарктен қашып кете аламын. Так азан болды достар, енді мынаны алып көрейікші достар. Инструментті күшейтеді екен. Ой, сондағысы тек сковородкаға дейін күшейді ме? Мен оның орнына взрывчатка алғам жақсы еді. Так достар, міне осы взрывчатканы көрдіңдер ме? Осыны 1000 банан жинап алатын болсақ, ойын бітеді осымен. Горилла братан, мына жерден бәріміз қашып кететін боламыз. Ойланшы, піл братан, бәріміз қашатын боламыз. Ой, оған сенің бананың жете ма? Ой братан, скоро 1000 банан жинайтын боламыз, сол кезде көресің ғой. Так достар, уже азан болды. Мына взрывчатканы алып тез мен ямаға қарай барайын. Көріп тұрғандарыңдай уже 685 банан жинап қойдым. Түнімен қазым достар. Қараңдар қанша зат жинап болғанымды қазір көрсетемін достар. Қараңдар, емікам таңғалып қалатын боласыңдар. Қараңдар, вот осының бәрін түні бойы жинадым мен достар. Енді піл братанға сату керек бұның бәрін апарып. Мә піл братан, саған заттар көп әкелетін болам бүгін. Так мен 1000 бананды скоро жинайтын сияқтымын ғой достар. Сол кезде бірге қашатын боламыз мына зоопарктен. Так достар, қараңдар, мен піл братанға жаңағы заттардың бәрін сатып 902 банан жинадым уже. Тағы бір взрывчатка бар еще қолымда. Қазір соны жарып тез 1000-ға апарып тастау керек достар. Көріп тұрғандарыңда яманы уже терең қылып қасып тастадым. Так бір сундук түсті достар. Сундукты ашып көрейік енді не түседі екен бұның ішіне. Аха, енді не түседі маған, не түседі? Ой, маған тек қана крылышко түсті ма достар. Жарылатын нәрсе түскен кезде күшті болатын еді достар. Бірақ жарайды, сонда да 100 банан ғана қалды ғой. Тез қазып заттарды жинап мына түрмеден қашайық достар. Так мен пока қаза берем, сендер оған дейін переходпен қарап тастаңдар. Вот достар, мен уже көптен күткен 1000 бананды жинадым. Енді Горилла братаннан жаңағы взрывчатканы сатып алайық. Братан, маған сенбеп едің, міне затыңды сатып алатым енді. О, наконец-то зоопарктен қашатын болдық па не? Я братан, осыдан таң атсыншы, мынаны бомбалардың бәрін қойып тастаймыз, сөйтіп қашамыз зоопарктен. Дайын бол. Болды, әйтеуір жаралмай жатпа. Жарам братан, уайымдама. Вот достар, уже таң атты. Енді взрывчаткаларды қойып тастайық, бірақ қай жерге қоятынын білмейді екенмін мен. Жоқ, мынаның ішіне емес, басқа жерді көрсетіп тұр ғой достар. Ойбай, ішіне түсіп кеттім ғой достар. Так енді сыртқа шығайық. Қайға қой деп тұр мынау? Походу піл братан жақты көрсетіп тұрған сияқты. Я піл братан жаққа қоятын сияқтымыз ғой. Достар, егер видео ұнап жатқан болса, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Сосын зоопарктен қашамыз бірге. Так қойылды. Енді неге жарылмай жатыр? Басқа жақтарға да қою керек сияқты ғой походу. Так қаяққа қою керек екіншісін? Ана артында тұр екен, дұрыс. Адамдар көбейіп кетті ғой что-то. Енді екіншісін мына жерге қояды екен достар. Қараңдар, піл братан жаққа екеуін қояды екен. Піл братан точно қашасың сен бүгін. Так, мынау әлі жарылмады ғой. Значит, басқа жақтарға да қою керек сияқты. Вот достар, сырт жаққа қою керек сияқты. Есіктің арасына қыстырып қалдым ғой. Енді зоопаркты жарып қашан ба деп жатқан кезде не болды мынау? Все ашылды. Так, сырт жаққа неге қоямыз? Сонда жирафтар қашып кету керек сияқты ғой походу, да? Так, біріншісін мына жерге, екіншісін мына жерге, потом жарылады походу. Достар, қараңдар, қазір зоопарк жарылатын болады. Қараңдар достар, піл братан қашып шықты. Бәрін қиратып жатыр. Молодец, піл братан. Қанша жыл мені осы зоопаркте қамап тұстадыңдар. Енді көрсетемін мен сендерге. Бәріңді аямаймын, зоопарктың быт-шытын шығарамын бүгін. Піл братан қатты ашулы сияқты достар. Қараңдар, бәрін қиратып жатыр. Бүкіл өртке өртенді. Все достар, зоопарктен қаштық біз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Алда әлі көптеген күшті видеолар шығатын болады.